Сәлем достар, сіздермен бүгін ең оңай, ең әдемі қырaq тігіп үйренетін боламыз. Ол үшін бізге осындай борышымызды дайындап аламыз.
толығырақты 3 қатар қылып тіксеңіз болады 3D көрпешесіне. Былай шиырқырақтарға 4 қатар, 5 қатардан тіксеңіз болады. Мен қазір 4 қатар тіктім. Бұлай 3 қатар, бұлай 4 қатар. Артық жиектері артық шығып кетсе ешнәрсе қылмайды. Осы бетін жақыраққа қосқан кезде білінбей кетеді. Мата неге кішкентай болып қалды міне. Артық жерлерін алып тастаймыз. Әдемі құрағымыз дайын болды.